Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет, дәмді болып шығатын тауық етінен бәліш жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын жасаймыз. Ұнға маргаринді қосып, пышақпен турап, жақсылап біріккенше қолмен араластырамыз. Маргарин мен ұн толық біріккен соң, үстіне қаймақ, 2 жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Еленген қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді шамамен 750 грамм болатын тауықтың төс етін жақсылап видеода көрсетілгендей жіңішке етіп тураймыз. Тауық етін турап алдық. Енді табаға май құйып, қыздырып, қуыруға кірісеміз. Екі пиязды майдалап турап аламыз. Тауық еті қуырылып, суы шыққан соң үстіне пиязды қосып араластырамыз. Үстіне тұз, бұрыш себеміз. Мен цесебели салатын қосқан ұнатамын. Егер сіздер ұнатпасаңыздар, жай ғана бір ас қасық томат қоссаңыздар болады. Қатты қуырып жібермейміз, тауық еті пісіп кетпеуі керек. Тоңазытқыштан қамырды алып, екіге бөліп, 4 бұрышты етіп жаямыз. Кішкене бөлігін пирогтың бетін жабуға алып қаламыз. Мен 4 бұрышты форма қолданам, сол себепті де қамырды 4 бұрышты етіп жайып жатырмын. Сіздер кез келген формада пайдалансаңыздар болады. Қамырды алып формаға жайғастырамыз. Қамырды форманың бойымен түзілеп шықтым. Енді бетін жабуға қамырды жаямыз. Енді қамырдың үстіне жаңаға қуырған тауық етін саламыз. Бір тегіс етіп жайғастырып болған соң, бетіне екінші қамырды жауып, видеода көрсетілгендей біріктіреміз. Біріккен жерінен артық қамырды алып тастаймыз.
пирогымыз бір қалыпты тегіс пісіп шығу үшін кез келген кішкене дөңгелек формадағы затпен араларын тесіп шығамыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, пирогтың бетіне жағып шығамыз. Бетіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Осы қамырдың рецептісімен кез келген пирогтар пісіруге болады. Бәліш өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.